бар. Амина. Жеңіз деді. Нұхат, рахымызда. Жеңіз, нелер қуыңға. Отыра қойшы. Айбет. Қандай сөз? Ала, білейші қуыңға. Екі қолын жарайсыздар балалар. Ағай, сенде ешқандай сөз шықты. Оны бөлек қуыңға. Жарайсың. Екі дауысты дұрыстайды. Балалар, бұнда жіңішке дауысты дыбыстарды мұрнына қой дейді, иә? Яғни, мұрнына қоямыз жіңішке дауысты дыбыстарды. Қандай деп қойсақ болады? Шы, яғни, мұрнына қойға болады дейді. Астына қандай жіңішке дауыс бар? Қандай? Сін, жарайсың. Отыра қой. Қандай жіңішке дауыс қойсақ болады? Қандай сөз шығаруға болады жіңішке дауысты? Жіңішке дауысты дыбыс. Е бар, ө бар. Қайсы қойсақ болады? Ү бар. Е, жел. Отыра қой. Айқай шығарамыз. Сен жуан дауыстардан жуан дауысты қойшы. Жуан қойшы. Ша. О да болады, иә балалар? Ша, шоқ, оны қойсақ болады. Жарайсың, отыра қой. Шығады. Нұрали. Жіңішке дауысты дыбыстар. Қандай әріп қоюға болады? Сөз шығу үшін. Балалар, бұнда жіңішке дауысты дыбыстарды мұрнына қой дейді, иә? Яғни, мұрнына қоямыз жіңішке дауысты дыбыстарды. Қандай деп қойсақ болады? Шы, яғни, мөр әрпін қойға болады дейді, иә? Астына қандай жіңішке дауыс бар? Қандай? Сін, жарайсың. Отыра қой. Ді әрпін қойға болады екен. Әрдайым шығамыз. Қандай жіңішке дауысты қойсақ болады? Қандай сөз шығаруға болады жіңішке дауысты қойып? Жіңішке дауысты дыбыс. Е бар, ө бар. Қайсысын қойсақ болады? Ү бар. Е,